Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Мал жандарыңыз аман ба? Көптен бері видео шықпай қалды. Бүгін бір шағын ғана видео. Сіздер жақта жылқыны қалай ерттейді? Сол туралы комменттер жазыңыздар. Біздікі батыс жақ. Жылқыны осылай ерттейміз. Видеоны қарасаңыздар түсінесіздер. Рахмет. Бұрышқа тақайық. Ана көзі бар ғой, бір қазында ұқсайтқан, бір қазында жетім болды соңыз. Түйіп жүрмесін. Тұр жақсы. Жылқының ұстау ережесі бар, яғни үркітпей жайлап барып ұстау. Тез, ең басты бұл жерде ереже, тез қимыл жасамау. Жылқы сота үркмейді. Сосын адам қорықпау керек. Қорықса адам жылқы сезеді, жылқы сота қоймайды жаман адамға. Неше сыр мынау? Жүріс жақсы ма? Бешний. Атын алдық қойыңдар. Кім деген? Сұлтан. Сұлтан деген бізде де болды ғой? Адамда емес пе? Болды ғой? Сұлтан Сулейман Ижираның баласына Сұлтан емес пе? Иә. Бәсі чап адамда жоқ. Nasıl arandıklar olsun. Ben anlaşılmayı durmam. Açtı basın dikkat bu. Ayağın yola çıktı mı?
естуім бойынша бұл жылқыға не болған? Берен алған башы айтқанда. Басында бір-екі мінген, соны анағындай бастырылып мінілмеген. Содан қайтып бір-екі рет мінді де кері жіберді. Сондықтан бұл мінез көрсетсе осындай жағдай жасап жатыр. Әлі бастырып дұрыс үйретілмеген жылқы болғасын, бәлкім толық бар деген оймен видео түсіргенбіз ғой негізінде. Қарастыр, соңына дейін рахмет. Сүргөжек па? Сүргөжек. Байқасаңыздар, осы жерде айылды ішінен тартады, қарынан яғни. Ал көкпар иелері төсін тартады. Көп осы жерден қарынан тартпайды, анау-мынау айтады, бірақ бізден бала кезден өсіп жатқанымыздан бері қарынан тартады да, орыс иелері тағы атаулар бар. Сол жайлы комментар жазыңыздар, қараңыздар. Қатты болып тұрғасын бе? Толамайды сияқты ұры. ертістегі жақтағанда орғаласа тұрған. Sonunda da doğandı. Ağamda koyduğum baktım. Oynar mı? Ha? Çok mu? Көткенше түсірейін. Шығып кетесің бе қырға? Жанға түсінсің бірден қазір? Қой, әліміз жұмысым бар ғой. Мен бардым ауылға да? Ауылға бардым ғой да? Ауылдан кеткен болмана. Адам бір үйлер берейін. Бөкшейттер орады.